Ауыл совет председателі Батырханда бір ұл, екі қыз бар. Ұлы Жанбосынды оқушы азды көпті біледі. Тетелес екі қыздың үлкені Майра, кішісі Сайра. Қазақ балаларының аттарын ұйқастырып қоюға құмар болады. Шешелері Айсұлу кербез, келбетті адам. Үй ұстауы, бала өсіруі керемет. Екі қыз егіз қозы тәрізденіп бірдей киінеді. Аршыған жауқазындай таптаза болып жүреді. Қазіргідей жоқшылық, қиын кездің өзінде Айсұлу балаларын елден ерек жұтындырып қояды. Батырхан шалағат болғанмен өмір сүруге өте бейім адам. Орысша біледі, шекарашылармен байланысы күшті. Қол астына екі колхоз қарайды. Сырттан келген дәрежелі қонақтар, өкілдер Батырханның үйіне түседі. Қостөбедегі бір-екі күйлі тұратын отбасының біреуі осы Батырхандікі. Кластағы ең таза оқушы Майра болғандықтан біз оны тазалықшы етіп сайлағанбыз. Майра шешесі Айсұлуға тартқан пысықта сүйкімді қыз. Ойын десе құйынша үйіріліп жанып кетеді. Көбінесе ер балалармен достасып ойнайды. Күнде таңертең оқу басталардың алдында Майра бізді есіктен бір-бірлеп тексеріп кіргізеді. Қолымыздың, құлақ, мойнымыздың тазалығын қарайды. Мін тапса кіргізбейді. Бар, жуынып таза боп кел, тырнағыңды сояудау ет. Күнде таңертең оқу басталардың алдында Майра бізді есіктен бір-бірлеп тексеріп кіргізеді. Қолымыздың, құлақ, мойнымыздың тазалығын қарайды. Мін тапса кіргізбейді. Бар, жуынып таза боп кел, тырнағыңды сояуда етпей алып кел, дейді. Майра өз қызметіне адал, қатал тазалықшы. Солқылдағанды білмейді. Кімге де болса айтқанын істетеді. Ауыл балаларының қай-қайсысы да үсті бастарын күтуге ұқыпты емес. Қысы жазы монша дегенді білмесе, ауыстырып отыратын таза іш киімдері болмаса, үйде кір төсекте салаба жыртық көрпенің астында ұйықтайтын болса, қалай ұқыпты болады? Үсті басын күтуге ұқыпсыз баланың біреуі алдыңызда отырған әңгімешіңіз. Жас кезден тазалық сақтап дағдыланбағандықтан, әрі ол үшін қолайлы жағдай болмағандықтан, таңертеңгі жуыну маған бүтін бір азап болып көрінетін. Суық сумен жуынып жатқым келмейді-ақ. Ат үсті жуынуға және болмайды. Тексеретін Майра бар. Қолдың күсін, құлақтың ішіне қақ болып тұрып қалатын кірлерді қалайда кетіріп жуынуым керек. Азаптың азап емей немене? Тырнағы құрғырда өсік шақ. Ызаланып отырып бүгін алып тастасаң, ертең көз тиіп шыға келеді. Тырнақтың қаншалықты өскені астындағы кірден білініп тұрады. Ал шаш алдыру ше? Мен үшін бұл азап қана емес, қасірет. Өйткені табиғат менің басыма шаш орнына ұстара өтпес қалың сым темір қадақ қойған. Шашымды кім алса да бір дегеннен ұстарас жүрмей тұтқырланып қалады. Төу, шашың шаш емес сым темір ғой. Мұндайда қайратты шаш болады екен деп таңырқап жатқаны. Шошқаның қылындай қатты шаш күшпен әрең сыпырылады. Күшпен жұмсалған ұстара басымның құйқасын қоса сыпырғандай болады. Жаным көзіме көрінеді. Тістеніп аламда шыдап бағам. Екі көзімді бірдей тас жұмып алам. Мықшиып жерге кіріп кете жаздаймын. Мен шашымды ұстарасы өткір, қолы жұмсақ деген адамдарға таңдап алғызатын едім. Ондай адам Әбубәкір қарт. Қинала бастасам жігерлендіре біледі. Өй жаман неме, өзің жігіт емес екенсің ғой. Біз сендей күнімізде шашымызды қабырғамен алғызатынбыз. Қабырға шашты қалай алады деп таң-тамаша боламын. Жуынуға
Қол сабын түгіл, кір сабынның өзі тапшы. Ауыл қазақтары сабынды өздері жасайды. Ала ботаны шауып алып, өртейді де күліне май қосып қайнатады. Қап-қара сабын пайда болады. Кәдімгі қара балшық тәрізді. Әрі ауыр, әрі қатты. Қол жууға арналған кішкентай қара сабынды бұзаушық дейді. Бүтін қол бізде бола ма? Көбесі быт-шыт боп жарылып кеткен. Жуынған кезде қара сабынның көбігі тұз құйғандай дуылдатып ашытып жібереді. Қолың кір, мойның кір деп талай рет Майра мені класқа кіргізбей қуған. Мен бірден мойындамайым, дау шығарам. Менің етімнің өзі осындай қара деймін. Жоқ, мынау еттің қаралығы емес, күс дейді Майра. Қолымның көбесін тырнап дәлелдейді. Тырналған кезде күс көшеді де ар жағынан ақшылданып тері көрінеді. Енді мойындамасқа лажым қалмайды. Класста Майраның желке тұсында отырам. Үзіліске шыққанда ол қайда болса сондамын. Әлдеқандай бір сиқыр күш мені Майрадан алысқа жібермейді. Арқандаған атша Майраның төңірегінде ұстайды. Майра күн болса, мен күнбағыспын. Онсыз тұра алмаймын. Майра гүл болса, мен көбелекпін. Айналсоқтап шықпаймын. Мектептен қайтып келе жатқанда бойымда табиғат сыйға тартқан қандай өнерім болса, Майраның алдында соны түгел көрсетуге тырысам. Құс болып құбылжытып ысқырам. Арық ордың қайдағы жалпақ жерін таңдап секірем. Жаяу жарыста қалайда озбақ болып жанымды салып жүгірем. Соның бәрінде де көз қиығым Майрада болады. Майраның жүзінен құптағандай белгі көрсем, немесе оның аузынан бір тамшы мақтау сөз естісем, онда дүниеде менен бақытты адам жоқ. Жуынып, тазалануды қанша азап санасам да, мен мектепке мүмкін болғанынша таза келуге тырысатын едім. Қолдың күсін тырналап күшпен кетірем. Зорлықпен тазарған терінің түсі түте-түте болып қалады. Мейлі, алақанды төмен қаратып, алдына жайып ұстай қалғанда, бұл батшағыр қолдарды менің қаншама азаптанып тазартқанымды Майра білсін қайта. Бағаласын, өйткені осының бәрі Майра үшін ғой. Майрадан ескерту алып қызармас үшін. Майраға ұқыпты, таза болып көріну үшін.